Әкем айлық алған күні көше басындағы дүкенге кірмей кетпейтін еді. Шешемнің тапсыруымен әкемнің жанынан жан торсықтай бір ел ажырамай жүрген мені елемейтінде. Бұл күнді ауылдың жесір әйелдері де білетін. Білетіні сол, әкем жалақы алатын күні жұптарын жазбай, 3 әйел ылғида дүкенде тұратын. Ал келіншектер, кімге не керек, айта беріңіздер. Киім-кешегімнің бәрі ескіріп, көйлегім тозып жүреді. Сатушы жігіт, киімдеріңіз бар болса, өтініш бір киім беріп көрсек. Алла разы болсын сізге. Мұғалім, үйдегі балдарым ыдыс-аяғымды сындырып тастапты. Маған ыдыс-аяқ керек еді. Жарайды онда. Рахмет, сізге де рахмет. Сізге не керек еді? Мұғалім, осы жолы компьютер апера салшы маған. Сіздің де үйіңізде бір ауыз балдар аузын ашып отыр ғой. Жай, өтініш, ана не бере салшы ба, тәттілерді? Мұғалім, көп рахмет, балашағымыздың рахатын көріңіз. Папа, маған же. Әперем, қызым, әперем. Қайырымдылық акциясы аяқталған соң, аузым тәттіден босамай, әкем екеуміз үйге тартатынбыз. Үйдің күйбең тіршілігімен жүрген, үстіндегі ескі көйлегімен алдымыздан шыққан анама алған базарлығын тапсырып жатады. Осы кез қарап тұрмай, әкемнің дүкенде кімге не алып бергенін жайып салатынмын. Отағасы, өзіміз тұттай жалаңашпыз. Мына бала-шаған өзі аш тұттай. Мына продукттың не мынау? Мына не болды енді? Не істейміз біз? Сабыр ет, Гүлеке, сабыр ет. Бала-шаған қасыңда, мен қасыңда. Мен таңертең келсем, кешке келем ғой. Ол балалардың бейшара келетін кімі бар? Ешкімі жоқ, неге түсінбейсің? Әкелері болса жоқ. Жағдайлар өте қиын, Гүлеке. Шүкір ет, қолдағы барына шүкір ет. Алла сабыр берсін, барлығы жақсы болады. Сабыр. Жарайды онда, солай ғой енді. Көнеміз. Мына, кемір үйге алып кір. Расында, қоғамға игілік әкелу үшін бар болғаны кең жүрек пен жанашырлықтың өзі жеткілікті.